Қазақтың тойы бітпесін деп аптаның 3 күнінде тойға шақырып, 3 күнінде тойға қонақ болып баратын қазақтың тойы шынымен де қазақтың тойына ұқсамай бара жатыр ма? Артық қыламын деп тыртық қылып шашал десе бас алып, осындай бір көріністер болып жатыр. Бір асаба ойланбай өртің көп болсын деп өзінің анасы жатқан зиратқа өрт шақырып алыпты дейді. Жасы келіп ел ағасы болып елге ақыл айтатын жаста дінімізге пайда келтірем деп керісінше зиян келтіріп, тілек айтатын жерде орынсыз, ойланбай, пайымсыз уағыз айтып, ақсақал ағамыздың сөзі анау ақ ортадан бір-ақ шығып жатыр. Елді қарқылдатып күлдірсем болды деп артық кететін асабалардың ойындары мен сол ойынға жан салып, өзін көрсетуге тырысып, сәл мақтаса көтере алмай, киіміне дейін тойдың үстінде шешетіндей деңгейге жеткен арсыздықты да біздің қазақтың тойынан көріп жатырмыз. Енді сұрақ осы ма қазақтың тойы деген? Надандықтан біреу тақуа болып, қай жерде кімге не айту керек екенін, қалай айту керек екенін саралай алмай, өзі де таяқ жеп, дінге де тіл тигізіп, артық кеткенін түсінбей, мен насихат жасадым деп өзіне разы болып жүр. Ал біреу дінің де былай тұрсын, құдайың да өзіңе, мен зайырлы елдегі еркін адаммын деп, еркіндігі сол іш киімін тойда шешуге де ода тұрған не бар, өзім білем деп тағы да артық кетіп жатыр. Надандықтың сипаты көп, бірақ молдеке де, асаба да, билеген қыз жігіттер де артық кетіп жатыр. Орта жолдан, тура жолдан шығып кетіп жатыр. Ат болсын, киім болсын, мінез болсын, құба төбел іс қылғын жарасымды деп Шәкәрім әулие айтқандай, шектен шыққан әрбір істе, сөзде, киімде жарасымсыз болып, міндетті түрде өзіне де айналаға да зиян тигізеді. Бір адамның надандығы бір ұлтқа да қауіп тигізеді кейде. Ақылмен ойланып сөйлеп, құба төбел іс қылып, жарасымды өмір сүруді үйренейік жастар.